Таза ауыл байқауының салтанатты марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Енді президентіміз айтқандай Таза Қазақстан акциясы, республикалық акциясы басталды. Оның ішінде бізде көп шара істелінген болатын. Бағана айтып кеткендей, Сібе көлдері, Дұбағалы көлдері, Шыбынды көлдері сол жақтың бәрі тазаланған. Бірақ біз ары қарай өзіміз ауданымыздың ішінде ең таза ауыл деген бір конкурсты жарияладық. Соның ішінде міне бүгінгі таңда Жанұзақ ауылымыз, біз оны енді бұрын ішімдіктен бас тартқан, шылым шегуден бас тартқан деген ауыл деп танитынбыз. Бүгінгі таңда осы ауылымыз 45 ауылдың ішінде бірінші орын алып отыр. Ең таза ауыл болып. Ауылдың бәрі жақсы ғой, бірақ мына ауыл ерекше ауыл. Бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға бізде қазір магазинде анау-мынау арақ сатылмайды, темекі сатылмайды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін дене тәрбиесі жақсы қолға алынған. Мысалы енді таза президентіміздің басшылығын біз Жанұзақ ауылы қызу қолдадық. Анау өткен айдың 15-інде осында аудан әкімшілігінің бастамасымен еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін осы көшені тазалап, сыпырып, абаттандырып, тоға ектік.